Нью-Йорктың қарбалас әрі қызықты қаласында Newsday газетінде жұмыс істейтін ақылды әрі табысты журналист Сью Чарлтонмен танысамыз. Ол өз ісін жақсы меңгерген, сәнді өмір сүріп жүрген әйел. Сью газеттегі бастығы Ричард Мейсонмен кездесіп жүр. Ричард үшін сыртқы көрініс пен қоғамдағы бедел өте маңызды. Сырттай қарағанда Сьюдің өмірі мінсіз көрінгенімен, оның іші пыса бастайды. Ол шынайы өмірден алынған, ерекше оқиғаны, қауіпті әрі қызықты шытырман оқиғаны жазғысы келеді. Бір күні Сьюдің редакторы оған соңғы мақаласының өте жақсы шыққанын айтады. Журналист бұған дейін солтүстік территорияда қолтырауын шабуыл жасаған бір адам туралы естиді. Ешқандай сұхбат, сурет немесе нақты ақпарат болмағандықтан, Сью ол адамды өзі іздеп табады. Оның аты Майкл Джей Крокодил Данди. Қысқаша айтқанда Мик. Сью үшін бұл таптырмас оқиға еді. Дәл өзі іздеген жабайы әрі шынайы шытырман оқиға. Сондықтан ол жұмбақ адамды табу үшін Австралияға аттанады. Австралияға келген соң Сьюді Уолтер Уолли Райли есімді көңілді әрі толықша келген ер адам қарсы алады. Уолли Сью іздеп келген Мик Дандидің серіктесі. Ол Сьюді шағын ғана Уэкэбаут Крик қаласына алып барады. Бұл жерде небәрі бір негізгі ғимарат бар. Оның ішінде қонақ үй де, паб та орналасқан. Айнала ыстық, ауада шыбындар ызыңдап жүр. Көп ұзамай пабқа Мик Дандидің өзі келеді. Сью оның түрін көргенде таңғалады. Ол ойлағандай алып әрі қорқынышты адам емес. Денесі мығым, күнге күйген, жүзі қатқы болғанымен, күлкісі жылы, көз қарасы мейірімді. Мик еш қысылмастан Сьюді биге шақырады. Оның еркін мінезі мен батылдығы Сьюге бірден қызық көрінеді. Миктің бір аяғын қолтырауын жұлып кеткен деген әңгіме бар екен. Бірақ Данди оны әзілге айналдырып, бұл жай ғана махаббат тістеуі болған айтады. Сол түні Миктің көңіл күйі көтеріңкі болады. Ол достарының ішкен сусындарының бәріне өз төлейді. Сью болса, оның әр әрекетін бақылап, мақаласына материал жинайды. Уақыт өте келе ол Дандидің алкогольді шамадан тыс ішкенде өте еркін әрі күтпеген әрекеттер жасайтын байқайды. Келесі күні Сью Микті өзіне жолбасшы ретінде жалдауға шешім қабылдайды. Екеуі Австралияның жабайы табиғатына аттанып, Микке шабуыл жасаған қолтырауының мекеніне барады. Данди Какаду ұлттық саябағының ішіндегі жолмен көлік жүргізіп келеді. Жол үстінде Сью оның жеке өмірі туралы сұрайды. Миктің айтуынша, ол бір кездері ұзақ уақытқа сапарға кетіп, қайтып келгенде сүйген адамның басқа жаққа кетіп қалған білген. Бір кезде олардың жолын үлкен жабайы буйвол кесіп өтеді. Үстінде алып мүйіздері бар жануар көліктің дәл алдында тұрып алады. Сью қатты қорқады, ал Мик болса сабырлы. Алдымен ол көліктің дыбысын пайдаланып, буйволды жолдан кетіруге тырысады. Бірақ жануар қозғалмайды. Сонда Данди көліктен түсіп, қолын көтеріп, жануарға жай дауыспен сөйлей бастайды. Бірнеше сәттен кейін буйвол тынышталып жолдан кетеді. Сью оның бұл әрекетіне таңғалады. Уолли кейін Сьюді Миктің қолына қалдырып кетеді. Екеуі жабайы табиғаттың тереңіне қарай жаяу аттанады. Ұзақ жол жүргеннен кейін олар Микке қолтырауын шабуыл жасаған жерге жетеді. Сол жерде Дандидің қайықтан қалған қалдықтары жатыр. Мик сол оқиғаны айтып береді. Оның айтуынша қайықтың ұзындығы шамамен 16-18 фунт болған. Қолтырауын оған шабуыл жасап аяғынан тістеп алған. Бірақ Мик оның аузынан босап шығудың амалын тапқан. Кеш түскенде екеуі от жағып, сол жерде түнеуге қалады. Әңгіме барысында Мик Сьюден оның тұрмыста болған-болмағанын сұрайды. Сью бір кездері бүлікшіл мінезді жігітпен бірге болған айтады. Екеуі бір кездері бірге саяхаттап, кейін екі жаққа кеткен. Сью Миктен саясат пен қоғам мәселелері туралы пікірін сұрайды. Бірақ Данди мұндай мәселелерге аса қызықпайтын білдіреді. Оның өмірдегі басты мақсаты табиғатпен бірге өмір сүру. Түнде Сью жабайы табиғаттың дыбыстарынан қорқады. Қасында өзін қауіпсіз сезінетін адам ретінде Микке жақынырақ жатады. Алайда түн ортасында айналада мылтық дауыс естіледі. Сью оянып кетіп, Миктің жанында жоқ екенін байқайды. Ол оны іздей бастағанда Данди кенеттен пайда болып, Сьюге төмен отыруды бұйырады. Себебі жақын маңда бірнеше адам кенгуруларды ойын үшін атып жүр екен. Данди олардың әрекетіне ашуланады. Осы оқиғадан кейін Сью Микке бұрынғыдан да қатты қызыға бастайды. Келесі күні Данди сақалын пышақпен қырып отырады. Сью болса осы жабайы өлкедегі өмір туралы жазып, диктофонға ойларын жазып алады. Ол табиғаттың әдемі болғанымен, мұнда жалғыздық сезімі бар екен айтады. Данди оған бұл жерде 18 ай
қалай өмір сүргенін және өзін табиғаттың ортасында бұрынғыдан да жақсы сезінетінін айтады. Сью өзі сияқты қалада өскен қыздың бұл жерде жалғыз өмір сүре алмайтынын мойындайды. Миг оған әзілдеп, қала қызының мұндай жерде 5 минутта шыдай алмайтынын айтады. Сью өзінің жалғыз өзі де жүре алатынын дәлелдегісі келеді. Миг оған қару береді де, қиындық туындаса аспанға бірнеше рет оқ атуын ескертеді. Сью жабайы табиғатқа жалғыз кеткенімен, Данди оның соңынан жасырын бақылап жүреді. Алғашында Сью бәрін дұрыс жасап келе жатқандай көрінеді, бірақ бір кезде ол өзенге жақындап салқындамақ болады. Австралияның жабайы өзендерінің қауіпті екенін ұмытып кетеді. Кешке Сью бұл жердің қала қызы үшін тым қиын екенін мойындайды. Ол өзіне көңілі толмай қалады, бірақ Данди оны жұбатып, қаланың өзі де жабайы табиғат сияқты қауіпті болуы мүмкін екенін айтады. Сью Мигтің қалаға бұрын барып көрмеген сұрайды. Данди қаланың өзіне арналмағанын айтады. Оның үстіне онсыз да адамға лық толы қалаға тағы бір адамның қажеті жоқ екенін әзілдейді. Кейін олар жергілікті тайпа өкілдерімен кездеседі. Сью олардың қайда бара жатқанын сұрап, бірге баруға рұқсат сұрайды, бірақ Данди оған үзілді-кесілді қарсы болады. Мұндай тайпалық рәсімдерге әйелдердің қатысуына болмайтынын түсіндіреді. Сью көңілі түссе де, оның шешімін құрметтейді. Алайда рәсімді көргісі келгендіктен, кейін оларды жасырын түрде аңдып барады. Келесі күні ұзақ жол жүріп, күннің ыстығында шаршаған Сью қатты ашығады. Данди оған тамақ дайындау үшін қолтырауын аулап, оны отқа қуырып береді. Алайда Сью қолтырауын етін жеуге қиналады. Уақыт өте келе Сью Мигпен бірге болғанды ұмыта бастайды. Ол Австралиядан қайтатын кезде Дандиге Нью-Йоркке бірге баруды ұсынады. Ақыры Миг Сьюмен бірге Нью-Йоркке келеді. Дандидің Нью-Йоркке келуі екі түрлі әлемнің күлкілі қақтығысына айналады. Жабайы табиғаттың қыр-сырын жетік білетін адам алып қалада өзін мүлдем тәжірибесіз сезінеді. Айналасындағы барлық нәрсе оған таңсық. Сьюдің жігіті Ричард та олармен бірге жүреді, бірақ оның Дандиге деген көзқарасы бірден байқалады. Ол Мигті ұнатпайды және Сьюдің оған тым жақын болғанын қаламайды. Қонақ үйге келген кезде Дандидің аңғалдығы анық көрінеді. Ол қала тұрғындарының арасында өзін бөтен адамдай сезінсе де, ешкімге жамандық ойламайды. Бөлмеге орналасқан соң Миг жуынатын бөлмеге кіреді. Сол жерде бұрын соңды көрмеген ерекше сантехникаға тап болып, қатты таңғалады. Сью оған түсіндіруге тырысады. Кейін Данди қаланы аралауға шығады. Нью-Йорктегі биік ғимараттар, адамдардың көптігі, көліктер мен қала өмірінің жылдамдығы оған ерекше әсер етеді. Ол көшеде кездескен адамдардың бәріне амандасып, оларды ауылдағы таныстарындай қабылдайды. Кешке Данди Сью мен Ричардпен бірге кешкі асқа барады. Бірақ Ричард оның өмір салтын келемеждеп, орынсыз әзілдер айта бастайды. Ол Дандиді жабай адам ретінде көрсетуге тырысып, өзін мәдениетті әрі өркениетті адам етіп көрсеткісі келеді. Сонымен қатар Ричард Сьюдің өзіне тиесілі екенін Мигке анық білдіруге тырысады. Кешкі ас аяқталған соң Сью мен Миг Ричардты үйіне жеткізеді. Сью Дандидің көңіл күйін байқап, оның жағдайын сұрайды. Содан кейін таңертең қонақ үйге келіп, оны алып кететінін айтып қоштасады. Сью кеткеннен кейін Данди таксидің алдыңғы орнына отырып, жүргізушіден көңіл көтеретін жақсы жерді білетін білмейтін сұрайды. Осылайша жабайы Австралиядан келген Миг Данди алып Нью-Йорк қаласының өміріне араласа бастайды. Оның табиғи мінезі, аңғалдығы мен батылдығы өркениетті қала тұрғындарымен мүлде қарама-қайшы болып шығады. Барда Миг әдемі әйелмен танысып, онымен еркін сөйлесіп отырады. Алайда көп ұзамай жүргізуші Дэнни келіп, Дандиді оңаша шақырады. Бардағы әйелдер де оған қызығушылық танытып, оның өзгеше мінезіне елге бастайды. Бірақ олардың көңіл көтеруі ұзаққа созылмай, әйелдердің сутенері келіп, жағдайды бұзады. Кейін Сью мен Данди қала аралап, бірге уақыт өткізеді. Сью оған Нью-Йорктың көрікті жерлерін көрсетіп, суретке түсіреді. Тіпті оған жергілікті хот-дог алып беріп, қала мәдениетін таныстырады. Қала көшелерін аралап жүргенде, олар шаштараздың терезесінен шашын қайдырып отырған адамды көреді. Айналадағы адамдарды осы көріністі тамашалап жиналып қалған. Сол сәтте олардың арасынан бір ұры жүгіріп өтіп, әйелдің сөмкесін жұлып алып қашады. Кешке Данди кештердің біріне барады. Ол айналасындағы адамдармен араласқанымен, олардың әңгімелеріне аса қызықпайды. Бір кезде ас үйге кіріп, бір адамның есірткі қолданып отырғанын көреді. Данди оны мұрны бітеліп қалған адам деп ойлап, аңғал түрде емделуге кеңес береді. Кейін ол Австралиядағы Уоллиге телефон шалады. Данди жағдайдың қалай болып жатқанын сұрайды. Уолли бәрі жақсы екенін айтып, Сью мен қарым-қатынасы қалай өріп жатқанын сұрайды. Данди олардың арасында бір нәрсе бар екенін сезетінін, бірақ оны нақты түсіндіре алмайтынын айтады. Дегенмен Нью-Йоркте біраз уақытқа қалуы мүмкін екенін аңғартады. Сол түні Сью мен Данди қала көшелерімен бірге жүріп, әңгімелесіп келе жатқанда, олардың жолын күмәнді көрінетін бір адам кесіп өтеді. Бірақ жағдай аса шиеленісе қоймайды.
Вот это наш. Данди қалада көбірек уақыт өткізген сайын Сью оның Ричардтан қаншалықты өзгеше екенін анық түсіне бастайды. Ричард Микті қарапайым әрі жабай адам деп санап, оны үнемі келемеждейді. Ал Сью Дандидің қарапайымдылығының артында үлкен даналық жатқанын байқайды. Ол Миктің адалдығына, батылдығына және мейірімді жүрегіне ғашық болғанын түсінеді. Мұны сезген Ричард Дандиді өзіне қауіп ретінде қабылдайды. Сондықтан Сьюмен қарым-қатынасын бекіту үшін арнайы кешкі ас кезінде оған үйленуге ұсыныс жасайды. Жиналғандардың алдында ол Сьюге деген сезімін айтып, оның әйелі болуға келісуін сұрайды. Данди бұл жағдайды көріп, Сьюдің өзіне ешқашан мүмкіндік бермейтінін түсінеді. Сондықтан Австралияға қайтатын уақыт келді деп шешеді. Лимузин жүргізушісі одан қайда апару керектігін сұрайды. Данди біраз уақыт қалада жүріп, басын жинап алғысы келетінін айтады. Жүргізуші оның көңіл күйін түсініп, өз ішімдігін ұсынады. Біраз жүргеннен кейін Данди көліктен түсіп, қаланың қараңғылау көшелерімен жалғыз жүреді. Сол жерде бұрын барда кездескен әйелдерге тап болады. Осы кезде Сью Ричардқа тұрмысқа шықпайтынын түсініп, оған Дандиді сүйетінін айтады. Келесі күні Сью қонақ үйге телефон соғып, Микпен сөйлескісі келеді. Бірақ оған Дандидің бүгін қонақ үйден шығатынын айтады. Сью оны жоғалтып алудан қорқып, бірден қонақ үйге асығады. Алайда Данди ол кезде қонақ үйдің есігінен шығып кетіп бара жатқан еді. Сью оны сырттан қуып жетіп, тоқтатуға тырысады. Ол Ричардқа тұрмысқа шықпайтынын және Дандиді сүйетінін айтады. Сьюдің бұл сөзін естігенде Дандидің жүзіне үлкен қуаныш ұялайды. Ол қуанышын жасыра алмай, айналасындағы адамдардың иығына шығып кетеді. Көшедегі халық оны көтеріп алып, бір-біріне беріп, метро жолының үстімен Сьюге қарай жеткізеді. Ақыры Данди Сьюдің құшағына жетеді. Екеуі бір-бірін құшақтайды.